Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздерге өте дәмді, тез дайындалатынын, әрі көп зат қажет етпейтін, 5 минутта дайын болатын салат жасаймын. Егер жаңа көрерменім болсаңыз, видео көрмес бұрын подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп алыңыз. Мен бұл салатты бір тарелкаға ғана дайындадым. Егер сізге бірнеше жерден салу қажет болса, онда қажетті заттарды көбейтіп қосасыздар. Мен қиярды дөңгелек етіп турадым. Енді қызанақты алып, ортасынан бөліп, және де кішірек бөлшектерге бөлемін. Маған осылай ірі етіп тураған ұнайды. Сіздер ұсақтау турасаңыздар да болады. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен тәтті жүгеріден саламын. Жүгері қосылған салат әрқашанда дәмді болады. Оның үстіне дәміне қарай майонез саламыз. Және де дәміне қарай тұз саламыз. Тұз салғаным видеоға түспей қалған екен. Піскен жұмыртқамызды 4-ге бөліп аламыз. Ыдысқа араластырылған салатымызды әдемі тарелкаға саламыз да, осы жұмыртқаны бетіне әсемдеп қоямыз. Осымен салатымыз дайын болды. Салатымыздың дәмі өте керемет. Асыққанда 5-7 минутта дайындауға болатын салат. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, келесі видеода кездескенше.